Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Санчо. Мен бірге Black Rush ойнағыларыңыз келсе, Астана серверіне кіріңіздер. Яғни жақында ғана Астана сервер ашылды. Мен осы Астана серверінен перекөп жасайтын болам. Яғни өздеріне көріп қойғасындар тақырыптан, и біз осы серверде перекөп жасайтын боламыз. Ал енді ехала. Мен осы жерде видеоға түсіруді ұмытып кеткем. Бұл питбэкті сатып алатын кезде мен бұл питбэкті 100 мың рубльге сатып алғам. И мен наған 120 мың рубльге сататын болам. И біз резко видео басталса біз 20 мың рубль плюсқа кіріп тұрық. Питбэкпен резко. И енді ары қарай біз тағы машиналар көретін шығармын енді. Енді мен осындай бір жүгілі тауып алдым. Енді мен база жоқ, ұзақ жүрдім, өйткені сервер кеше ғана ашылғаннан кейін машиналар да жоқ, осы басқа жүгілі көрмедім. Бұл сток дегенде сток емес, финешка бүкілі бар екен, 230 мың рубльге сатып алдым. Бұда тек қана спорт қана жоқ, спорттан қалған бүкіл зат бар бұл жүгіліде. Мен бұны перекөп жасауға алдым. Өйткені басқа машина көрейін десем, серверде вообще бұл машиналар жоқ, надан басқа үшемен кез түнде ойнап отырмын. Содан кейін вообще машина жоқ қой. Сол үшін амал жоқтан осы жүгіліде алдым да, енді дәлше перекөп ұрып жіберетін боламыз. Мен вообще бұл жүгіліге резко ойланбай жүріп спорт сала салдым. Өйткені уақыт өткізбей қандай сатам деп ойламай резко спорт салып, одан кейін барып сатқым келіп тұр. Еще менде ақша бар, сол ақшалармен резко болған спорт сап тастайтын болам. Бұда так мына жерде бір деталь қалды, ең соңғы деталь так 25-ім. Бізде 120 мың рубль осыған кетті. Енді светі қап-қара болып тұрген так. Именно спорт, бізде свет бәрі бар. Алынша мен бұл жүгілейтін түсін өзгертуге баратын болам. Көк светке ма қоятын жар менде. Өткен қара свет шамал стоктау болып көріне ма бір. Осы жерге кіреміз де, кузов именно көк свет так бұлайнан ойсақ көк көмек светке қойып. Көк көмек свет о міне 11 мың рубль әдемі. Енді бұл айлайынша мен бұны сатып жерем қазір. Наконец-то, сатып алатын адам таптым. Еще бұл сататын адам қазақ екен. Мен бұны 420 мың деп шығарған болатын, бірақ 420 мыңға өтпей кетті екен. Бұдан да ештеңе жоқ та, спорттан басқа сосын 420 мыңға өтпеді, енді бірақ 325 мыңға өтті. Еще бұл қазақ болған екен, соны 325 мың рубльге сатып жібердік. Ал енді біз тағы да бір басқа да машиналар көретін боламыз. Міне резко осындай бір Нива тауып алдым мен. Бұл Нивада просто нитро жоқ, ал бұлайша әдемі перекөп жасау бұны өткізіп жүрсек перешке қылып зор кетіреді. Бұда нитро 12 жоқ, қалған спорты бар ма, тайдыраукысы, внешкісі бәрін жасап қойған екен. Өзі бұны так біз көндіре алмай жатыр. Мен бұны 430 ма деп келсе алмай жатырмын бұған так. Давай 430-ға берсеш, 433-нес 3 мың рубльге жылаймын. Қазір өйткені мен перекөп жасап отырмын так. 430-ын давай алды алынша. Так, бұның мен сендерге бір тактикасын айтайын ба. Бұның светіндан, қап-қара светтен басқа светке бояйтын боламыз. Енше келдік біз, свет өзгертетін жерге мені так, бұған қандай светке қойсақ болады. Ал енді бұған ойланамыз да так, мына свет жақпай тұрма так, жасылды. Бұған сары түс қойып көретін боламыз да. Мынандай сап-сары қылып қойсақ сап-сары болмай қалатын сияқты, сап-сары болып тұраншы мені так. Жанын айналдырып көрсек мені сап-сары болып тұран. Жараспай қалатын сияқты бұған сап-сары. Бұған басқа түстеу көреміз ба так, мынандай көктеу ма, осы әдейім тұрған сияқты жота. Осы түске қоятын боламыз так, 13 мың рубль бізде минус. Ал енді так біз шамал енді бұған дальный свет қоймасақ, бұда свет жоқ, ато светі полный нема. Мені 10 мың рубльге дальный свет қоятын боламыз. Ал енді бұны біз сатып жеретін боламыз. Айттым ғой достар, светін өзгертсе машинамыз перешке сияқты өтіп кете салады. Мен бұны 520 мың деп шарасасам, резко келді, go деді. Қуанып кеткен соң 520 мың рубльге тәңгәлі сата салам омен. Так бұны шығардық. Алдынше давай бауырым, асаш 520 мың рубльге. Бізде зор перекөп болды ғой, резко 90 мың рубль плюс қайырып кетті ғой. Тағы да бір-екі машинамен перекөп жасап тасайын десем қарасаңда енді бұда машина жоқ қой міне. Низкий класста жүрмін қазір, бірде бір машина жоқ қой. Ё-ма-ё. Осыдан кейін қалай перекөп жасайын мен, Енді бұда машина жоқ болған екен. Бір-екі рет дуэль шайын дедім. На баламен атысып кеттім.
резко бул короче бұртылып атса деген мына жерде бүйтіп тұрды да андай резко бастап кетті ма қарасаңыз бүйтіп тұрды да резко атады қараңыздар. Міне бір оқ тигізді, түсінбей қалдым мен, санамай ма деп ойлап қалдым. Сөйттім да бүйтіп көздеп тұрдым так. И бұны санайды деп ойлап тұрдым да мен короче мына жерге келіп қайтадан тұрамын короче санайтын шығар деп. И так санамай ма мынау. И после санасач мынау так. И мынау қайтадан бастап кетті қой жүріңізші короче атса берейік. Ебать менде уже екі оқ тигізіп тастадым мынау так. Так. Ой бұл мынау. И короче бәрібір атса салайықшы мынағанша айттым мен короче. Пофиг деп жаза салдым. Любой өзің білгенше атса бер короче. И резко біз басталасап атсамыз мен саған сендердің Санчо братандарың қалай атсатынын көріп кетіңдер давай. Енді мен Блэкерша енді кеп тұрғаннан кейін ба анан ой смелап тастадым ғой короче. Қатты стрелок емес мен де былайынан бар база жоқ, нөл емес короче. Инан так мен коробкадан өтемін еждемесе. Мына тиіп жатырмын өз оқтарым так. Ей мынау қопалдан ұстап кеткен ес. Ей өлмей ма анау немене өледі ақ. Ей өлсеш болсаш. Ей тимей жатыр как так. Бір примерно бір оқ атсам тиеді. Әне короче братандарың мақтауын еді сендердің. Видео қызық болды деп ойлаймын енді. Ал енді видеоны осы арнаға тіркеп лайк басып кетейік. Ал енді осы видеоға 20 лайк жинайтын болсаңдар мен резко екінші серияны салатын боламын. Или болмаса бір 2 күннен кейін саламын ғой.